ұлдың қасіреті дейді, ол отбасының ғана қасіреті дейді. Ал қыздың қасіреті бүкіл елдің қасіреті. Барлығы қазір мобилограф бола салам, болмаса бір хайп не вайнер бола салам, болмаса және тиктокер болам дағаны ақшаның астына көміле қалам дейді. Өзің бола алмасаң, болған ердің қосын жік. Өзі білмейді, бірақ білген тілін алмайтын сондай бір буын қалып. Құдай сақтасын, ең жаман қарғысының түрі ғой негізінен. Үлкен о жерде түскен актерлар сөйлеп маған. Мен айттым, ақша үшін сатылмаңдар. Біз елді сақтаймыз десек, жерді сақтаймыз десек, қызымызға ие болуымыз керек. Түрлі қазіргі гендерлік теңдіктің шашбауын көтеріп жүргендер үшін бұл әңгіме жақпауы да мүмкін. Ойбай, сендер қыз баланы ғана тия бересіңдер, неге ұл балалардың тәрбиесіне қатысыншы, неге айтпайсыңдар деген сияқты. Олар да енді небір өздерінің аргументтерін, пікірлерін жазады ғой, енді айтады. Бұл кісінің өзін айттым, кезінде министр болған адам. Сен не білесің? Сен ертең білесің бе соның қасіреті қайда екенін? Жалпы қыз баланы не үшін тияды, не үшін оны жалпы эндогамия, экзогамия деп ғылымда айтады, жаңағы өзінің дініндегі, өзінің ұлтындағы, өзінің нәсіліндегі адамға шыққаны, ол әлдеқайда тиімді де өздері үшін де. Армысыздар, кезекте қоғам дауысы бізде бүгін қонақта Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, кино және театр актері Болат Мәсімбайұлы Әбділманов ағамыз. Және де Қаражан Нұрсұлтан. Қош келдіңіздер. Енді мына алғашқы сұрақты қойып кетсек, мына дәстүр жаңару дегенде, енді мына ескі мен қазіргі заманауиді қалай үйлестіруге болады? Біріңіз дәстүрді жаңару деген сол біздің ата-бабамызда өшіп қалған көптеген дәстүрлерді қайтадан жаңғырту. Тамырымызға үгіліп, мысалы бізде қазақтың қыздары, қазақ ұлтының қаны тасы келіп, Америкада арнайы сол қанмен айналысатын көлі институттар бар екен, лаборатория соның әр ұлтты зерттейді. Сонда қазақтың қыздарының қаны ең таза қан болып жүр. Ол неге жаңағы дәстүр жеті атадан қыз алынбау. Жаңағы тегін сақтау, қандық генофонды сақтау. Соның бәрі біздің ата-бабаларымыз білген. Мысалы, сондықтан да, мысалы, біз айтайық, мысалы, мен Абайды айтатын болсам, өзім Абайдың жылдары деп кесір жаздым, Айдын Абайды екеуміз. Сонда Абай мен Тоғжан екеуі бірден ғашық болды. Біз бір-біріміз өмір сүре алмаймыз деген өздерін істеп берген кезде, әкесі Құнанбай Абай шақырып алатын болса, балам, сен болсаң көтерілді дейді. Өйткені ол қыздың айттырған жері бар. Сенің айттырған жері бар. Сендер төрт жаққа теріс бата алатын болсаңдар, сендер еш уақытта теріс бата алған хақ болды. Жақсы болды. Сен Абай айтады, әке, сонда біздер екеуміздің арамыздағы махаббат қайда? Бірімізге деген сүйіспеншілік қайда дегенде, балам, екі жастың махаббатынан бақыт махаббат. Ол емеге, жерге, үстіне деген кезде Абай сап-сап көңіл деген өлеңдер. Сол Тоғжаннан әкесін түсіндім, әке түсіндім деп, сап-сап көңіл деген өлеңді Абай сол бедерге тоқтатып жүрді. Енді кеңестік дәуірде не деді? Құнанбай феодал, ескі тақпа, ескіліктің дәстүрмен баласының өзін сүйген адамды келтірмей, дәстүр бойынша Абайды салып берді. Әлемді зарғай оны сабақтайды. Ділді Абайға үш ұл береді. Мағауия, Ақылбай, Атар. Үшеуінде ұлы тұлға болды. Керек десеңіз Абай, Әбдірахман өзінен де жоғарсын. Ал енді мынау қазіргі этикалық ғылымның көзімен қарайтын болса, екі жастың арасында үлкен махаббат болмаса, ол адамдар өмір көмейді. Яғни сонда екеуінің дәстүрге деген махаббаты, Абай мен Ділдәнің дәстүрге деген махаббат екеуінің ұлы махаббатын болса, үш ұлы ұрпақ береді. Міне бұған тәкел. Сондағы жаңа үлкен ақсақалдар, Құнанбай, Алшынбай, бұлар сол ұрпақта, сол әулеттен шыққан ұлға мен қызымды берсем, или керісінше қызды сол алса, одан осындай ұлы ұрпақтар болатынын сонда солар көріп отыр. Яғни біздің бабаларымыз адам тануда, ел тануда, жер тануда еш ортадаспау. Мына жерде отырып, келесі жылы мына жерде жүк болады, біз мына Талдықорғанға көшуіміз керек деп малын әкетіп болды. Ешқандай қорқыныш жоқ, ештеңе жоқ. Айдалада жұлдызға қарап, ешқайда адаспай тауып келетін болады. Оны жай ғана бір бағамдар ғана емес. Кез келген қазақ әкесі баласы соны білген. Болмаса жаңағы ұрланып кеткен биенің құлыны бәйгеден келгенде, мынау сол кездегі биенің
құлын деп соны таныған. Міне біздің қазақтың қанында осындай бір ерекше алдын болжау көріпкелдік қасиеттер өте зор ғой. Бірақ кейіннен мына технология ана мына ауысқаннан кейін содан біз ажырап қалдық. Сондықтан да біз дәстүр болсын, ұлттық өзіміздің тамырымызды ары қарай зерттеп сол қарай өргеніміз керек деп ойлаймын. ал енді мына абай деп қалдыңыз ғой тіліңізде тиеген. Абай неге хакім деп аталды? Бұл сөздің мағынасы не? Ол қанша кетсеңіз. Енді абайдың өзінің қара сөзде бар ғой. Әрбір хакім дейді, ғалым бола алады. Хакім бола алады. Жаңағы толық адам ілімі аяқ уақыт жылы жүру болса, соның ең бөледі болмаса. Пайғамбарлар осындай деңгейде. Ғалымдар, ұлы тұлғалар деген сияқты сондағы менің түсінігімде хакімдік деген сол. Ол ғалым да бола алады, ол ойшыл да бола алады, ол жаңағы тұлға да бола алады, кәдімгі ұлтын қорғап қалу жөнінде. Оның осы тұрғыдан солай хакімдікке жеткен абай, сондай хакім абай деп. Абайдың қара сөздеріндегі ең басты идея сіздің ойыңызша не дейсіз? Қазіргі оны мен де жұмыс абайдың жылдағы пьесасын жазған кезде абай танушыларынан көп кездестім. Сондағы мына біздің қазіргі блогерлар, басқа да адамдар абай қазақты сүймеген бе, қазақты көп сынайды, оның жаман жағын айтады. Бұл абай бүкіл адамзаттың абайын айналған. Яғни адамзаттың бәрі сүйіп ауырын деп, және хақ жол осы деп әңгімелейді. Яғни түріне, түсіне, тіліне, дініне қарамай адам баласы бір-біріне құрмет жасау керек деп тұрды. Яғни бұл жерде ол болған құптайды. Сөздердің көбінің астарында, абайдың астарында, мысалы, сен балаң болып тасың. Деп қайда дейді. Сен бұл жерден айналысасың. Бірақ ол қылмыды түсінетін адам бар ма? Қараңғы. Бодандық тұрған жерде біреуге ұлтқа бодан болған кезде, онда сенің жасаған істегенің бәрі босқа. Жаңағы құмға сіңген су сияқты. Мысалы абайда қара сөздерді. Біздің бұрынғы бабаларымыз дейді, елдік мәселе көтерілгенде бас араздықты тастап, бір жеңнен қол, бір жағада бас шығарып, бір адам бабағын үшін ғой. Біздің бұрынғы бабаларымыз дейді, жасаған жақсылығыңды өмір бойы ұмытпай айтып жүруші еді ғой. Қазір қазаққа биылғы жасаған жақсылығы келесі жылы жаңа. Қазақ өз табиғатынан қашан айналды? Қазақ өз болмысын қашан жоғалтты? Біздің бұрынғы бабаларымыз мұндай болмаған деді ғой. Қазақ осындай дейді, қай кезден бастап түсті дейді. Өзіне сұрақ қойды. Бұның себебі болды. Одан болғаннан кейін басқа елде басқа ұлтқа бодан болғаннан бастап қазақ өз табиғатынан өз болмысын жоқ. Сондықтан да бұл қара сөздердің соның кейін мына көп жағдайда айтады, осы жаңағы неге сынайды дегеннен соң абай ол адамзаттың абайы болғандықтан басқа бір ұлтты, өзбекті, қырғызды болмаса басқа бір ұлтты сынайтын болса, ол саяси дұрыс емес. Яғни ол өзінің ұлты арқылы басқа жаққа тастау. Әйтпесе қазақтан өткен жалқау, қазақтан өткен надан, қазақтан өткен мүлдем деңгей түнін ұлттақты болып жатыр. Бірақ абай өзі қазақ болғандықтан қазақ арқылы бүкіл әлемге тастады. Сондықтан да ол адамзаттың абайы. Ал енді абайдың ұлтқа, тілге, білімге деген көзқарасы қазіргі қоғаммен үндесу ме? Енді оны бір сызықпен айту қиын әрине. Үндесіп қазір білімді ғылым игеріп жатқан жастарымыз да бар. Мен өзім өз басым абайды айтып кеткен сол аңсаған бодандықтарды сағады, азаттықтан сағаны. Соны сол сөздің астарынан жаңағы оға отырып, жалпы қазақ бәрі сағаны есептейді. Мен солай сезінемін. Сондықтан да бұл жаңағы абайдың білімде, ғылымда, оның бәрі жаңа ең аяғында мынандай сөз бар. Абайдың 1965-тен аяғы 80-5 бар. Бодандықтың қамытын үзіп, азаттықтың ақтың атасы гүлдетіп бар. Сол болашақ үшін жол бастайтын даналар, ел бастайтын аралар болса, келешекке кел, болашақтың жарқын болмақ. Адам ата қауладан тараған адамзат баласы бір-біріне қиянат жасамақ.
бір біріне соғыс ашпай бірін бірі өз бауырым деп құрметтейтін болса, бұл жердің жаңағы сөзсіз өзің үшін еңбек қылсаң, өзің үшін оттаған хайуандай боласың. Ал адамдықтың қаны үшін еңбек қылсаң, Алланың сүйген. Яғни өзің үшін сен не істеуің мүмкін? Дін жағынан келіп. Сен өзің үшін бес уақыт намаз оқу, сосын қабарасың. Сен өзің үшін сөйлесің, Алланың алдындағы сен. Жауапкершілігің борышың. Ал енді сен сол қоғамға пайда тигізетін бір технология ойлап тапсың. Адамның жұмысын жеңілдететін. Болмаса міне біз армия қатарында болдық. Біздің ресімізде армияға бармаған жігітті бешек келестік. Сонда біз 2 жыл 45 градус аязда қақаған суықта біз еліміз қорғап, отанымыз қорғап, бізге үшін ақша төлеген жоқ. Бірақ біз адамзаттың қарызы үшін еңбек болдық. Ел үшін, мемлекет үшін еңбек болдық. Әлде отанда сүюде иман бар дейді ғой. Біз мысалы сол кезде солай еңбек 2 жыл бойы біз өзімізді шыдаған жас кезімізді ғұмырымызды бір сегізімізді енді мына 2 жыл жаңа әскерде болып ел үшін деп патриоттық сезім бала күннен қалыптасып өскен сіздердің қоғамдарыңызда. Енді қазіргі қоғамда жастар арасында бір хайп болай ма, жоқ әлде бір көгілдір экраннан, болмаса мынау телефон, әлеуметтік желілерде өздерін бір батыр қылып, болмаса бір-екі ауыз сөзді жаттап алып, сөздің көркін мақал деген алдыға тартып, мысалы бір-екі ауыз мақал сөзді айтып, қоғамды бір арттардан ерткісі келетін жастар да табылып жатады. Енді жалпы мынау батырлар жыры, мақал мәтелдер, бабадан қалған дана сөздер, осының барлығы өскелең ұрпақтың патриоттық сезімін оятуға қаншалықты дұрыс, қаншалықты бұрыс, жоқ әлде бұрыс жағы жоқ па, оның пікірлеріңізді білдіріп өтсеңіз. Қазіргі қоғамда сол бабадан қалған сөздер қолданылмайды ма әлде? әрине ол өзінің ұрпаққа байланысты. Біздер кез келген бабадан қалған бір сөзді көре қалсақ, тыңдай қалсақ, бұл жерде тұрамыз. Мәдениеттің қаншасын біз кітап оқудан жарысадымыз. Біз сол арқылы жадымыз, фантазиямыз, мынау өмірге деген құлшынысымыз, біз еш уақытта қанша мысалы мерез басымыз қалады 16 жыл үйсіз жүрдік, тұрмаған жерім жоқ, тұрмаған жер төлем жоқ. Соның өзінде мен ешқашанда өнерге келгеніне өкініп, болмаса өмірге келгеніне өкініп, еш уақытта сыну деген бізде жоқ. Қаншама қиындық көрді. Соның бәрі адамның рухы, көркем әдебиеті көркем киноларға көрді. Сол уақытта мысалы ешқандай ештеңе берілмейді, уағыздалмайды. Бірақ жамандық деген оннан бір ғана адам өлтіру, біреуді бір ұрып өтсе соның өзі ауылда қан қалатырмыз. Бәленбай дегеннің баласы, ананың баласын ұрыпты, мұрның қан ақты деген сөз бізге ол өте ауыр. Қасырет, кәдімгідей үлкен, жаңағы қазір адамды өлтіріп жатады, одан да зор аузын бармайтын қылмыстар жасап жатады. Дін айтылып жатыр, дін жолында жүрміз, алдан тарып жатырмыз дейміз. Бірақ өнер қазір өз деңгейінде бола алмайды. Соған жауап бере алмайды. Сол батырлар жырын оқу арқылы соның елін сүю, жерін сүю, патриоттық сезімін ояту деген нәрселер, сол кітаптар оқып жатқан дүниелер бізге қатты әсер етеді. Мысалы біз жаңа айтқандай, мысалы мен өзім ылғи ұлардағы балаларыма да болды. Мысалы олай мен мысалы айтар, Асанәлі Әшімовтың баласы Сағи Әшімов. Мен курстасым болды. Шоқанды ойнадым. Олар көспелі болды. Соған қарағанда ол армияға бар. Ол әкесі звондаса да қалар еді. Өзі бармай емес те бармайды. Бірақ біздің сол кездегі ойымыз елді қорғап, жерді қорғап бізде бірінші орында тұр. Ал қазір неге бармайды армия? Оның ажағы терең. Оның тереңдігін айтайын, бірінші жаңағы отбасының өтінеміз деп. Толыққанды отбасы бізде. Біз ажырасудан қазір алғашқы ондыққа кіреміз. Яғни жетім қалған баланы кімден біледі? Әйел адам аңыстан біледі. Ал енді ол мектепке барады 80% әйел адамдар. Қазір ер азаматтардың рөлін көтеруіміз керек. Мұғалімдерді ер азаматтардан көп қалу керек. Сонда мына ер азаматты қалыптастыратын, мінезін қалыптастыратын, ол әкенің тәрбиесі дейді. Ол институттың берген тәрбиесін бере алмайды дейді әкенің тәрбиесі. Сондықтан әкенің рөлін арттыруымыз керек. Киноларда бір жаңағы едірейген бір кемпірді қойып қоямыз, 2 жыл жұмыс жеген. Бір сүңгенді шал отырады. Өңдей сара шал сұрдан алмаста кіріп кетеді. Не келін тыңдамайды, не бала тыңдамайды, кемпір тыңдамағаннан кейін
ертең ана қыз көреді, ол да ертең өзінің күйеуіне соны жасайды. Яғни ер азаматтың рөлін арттыру керек. Ақсақалдыға деңгейге көтеру. Шал деген ол жай ғана отбасы ошаққа асабайтын адам шал дейді. Ал елдің, мемлекеттің, ұлттың болашағы бар екен. Айтқан сөзінде тұратын, сөзін өткізе алатын, өзі соған сай болатын адамды ақсақал дейді. Сондықтан да біз кинолардың өзінде осындай ақсақалдардың рөлін арттыруымыз керек. Яғни қазіргі мына ер әкенің тәрбиесі міндетті түрде керек. Сондықтан мына ажырасу жағын тиіп толыққанды семья болса, әрине ол бала армияға барады. Мысалы, Құрманғазы бабамыз атақты күйші. Соны түрмеге бара жатқан кезде Құрманғазының көзіне жас келген. Сонда анасы айтқан, Құрманғазы, мен ер таптым ба десем, ес тапқан екен ғой, тый көз жасыңды. Дегенде Құрманғазы шешесінің сондай ұлығына риза болып, Қайрат шешем деген күй шығарды анасына. Яғни қазір біздің алтын құрсақты аналарымыз ұлды солай тәрбиелеу керек. Сен еліңді қорғайтын азаматсың. Еркек құрбанда сен еліңді қорғап, мына мемлекет сенің неге деген соған сеніміне жеткізіп, солай тәрбиелеу керек. Сонда біз жаңағы елімізді, жерімізді қорғайтын азаматтарды, рухты, мінезді азаматтарды, мінезді қалыптастыру керек. Ой, балам, балам, ой, балам, саған болғанда жеңіліп қаласың, өйтіп қаласың. Ой, сен өліп қаласың. Мен ажал есеп, үйдің қасында болдым, шын туады. Сондықтан да біз армияға балаларымызды жіберуіміз керек, елді қорғау керек. Ол армияда біздің есімізде де болды. Ол нәрсенің бәрі болады, жайлы өмірде де болады. Кез келген жағдай болады. Ал өзің ойласаң қазір аналардың жаңағы енді бәрі емес, балалар жіберіп жатқандар да бар. Сондай бармай қалып, кез келген мемлекет бізді басқаратын болса, сенің ораза-намаз құқықта, дінің де жайнап, оразаң да жайнап, ғылымың, білімің, қызың күн қылып, ұлың құл қылып, ол ешкім елді қорғамайтын болса, ол соғысқа барғанын көресің, бармағанын. Сіздердің замандарыңызда мысалға енді марқұм Сағи әкесінің несіне қарамай жаңа қоғам орта сіздермен бірге әскерге барып жаңағы енді мысалға сіздердің замандарыңызда кішкене көз жүгіртіп өтетін болсақ көрші үйдегі қария ертең-ерте қар шығарып жатса, болмаса қи шығарып жатса, үйде жатқан сізді әкеңіз теуіп қояды, барып көмектес деп шығарып жібереді дейді. Ал қазіргі қоғамда үйде жатқан, ұйықтап жатқан баласын жаңағы қария келіп, балаң үйде ме, көмектесіп жіберсінші десе, ұйықтап жатқан баланы жоқ, ол үйде емесе, кеше кетіреді, әлі келген жоқ деп ата-ана бір сылтау айтып, баланы үйден шығармай жаңағы қарапайым көршінің өзіне де көмектескізбейді. Сонда енді қазіргі өскелең ұрпақтың санасына ұлттық тәрбиені сіңдіру үшін ата мен ананың мектептің рөлі қандай? Мектеп демекші осы мен қазір абайдың 180 жылдығына байланысты 2 күннің бірінде кездесуде болады. Жақында да мектепте болдым, осы мектепте. Сонда осындай әңгіме түскен кезде жаңағы бір қыз бала мектепте сондай кішкене тәрбиесі басқаша болған. Қыз бала болғанда жаңағыдай ананда мынанда ештеңе қарамайды. Содан енді қызды тәрбиелеген ғой мұғалімдер. Соны шешесі берді. Сен де менің қызыма неге қатты сөйлейсіңдер? Неге менің қызыма сендер осындай нәрсесіздер? Менің қызыма тиіспеу керек. Сонымен дағы мұғалімдер айтқан бұл тәрбие ғой, осындай жасалған нәрсе жоқ. Ертең бұл сіз осыны өзінің есін көресіз. Егер сіз қазір оның қызын жақтай беретін болсаңыз, бұл өзі дұрыс екен дейді. Біз емес, біз құтыламыз, он бір жылдан кетеді. Сіз өлбой сіздерге тұрасыз. Сіз осының зардабын шегесіз келе ғой. Ана кісі түсіндірді. Артынан жаңағы қыз бала сондай неге барған, анасын уау дейіп жүрді. Содан анасы скорыйда больницаға түспен, жаңағы директор шақырған бұл, келіп айтқан, айналайын сенің айтқаныңа сәйкес кешіпті қызымды жаңағы. Бәрі солай тәрбиелеп соны жарайды деп документ алып ең сотқа барған кезде айып қайдадан баласы. Ана жүріп сонда соны айтып жатыр да, біз мысалы мектепте, мысалы біздің кезімізде бізде сабақ оқымасақ, айтар ол жүрмей. Олды жіберіп қалатын. Өздеріңіз көрмесін шегіне тапсырды. Ұзын мынадай указ келеді, металлар бар, соны шарт етсе шалын. Біз оны үйге келіп айтатын болсақ, әкем одан жақсылап тұр. Сен ақымақ, сабақ оқымасақ, әрине бар, сен деп
одан sonra үйге қорқасың сабақ оқисың. А қазір бала келеді үйіне. Мен ана мұғалім бүкіл елдің көзінше менің арыма тиді. Мен шапалақ ұрдым, бүйтті, сөйтті дейді. Одан әке шешесі екі осы жылы жегенде болып мектепке келеді. Бүкіл елдің алдында ана баласын, өзінің баласының минусын көрмей тұрып, соны қорғайды, и жаңағыдай әке шеше жаңағыдай. Сондықтан да осы тәрбиеде өте үлкен мән беру керек. Мына эгоизм деген тек қана өзін ойлау, тек қана өзінің отбасын ғана ойлау, тек қана өзінің баласы керемет, қалғанына бір ақымақ деген нәрсені қараған нәрсе. Бұл енді адамның өзі ата-ананың деңгейі. Біз бала тәрбиелеу керек, бала тәрбиелеу керек. Әке бірінші өзін тәрбиелеу керек, тәрбиелейтін бала. Баланшы. Мысалы сен мысалы жерде бір стақан ұстап тұрып, достарымен отырып, пиво ішіп отырайын, басқа ішіп отырайын. Балам білесің, балам сен ішпе, бұл жаман. Қалай сен оны айтасың, өзің ішіп отырсың. Якын бұрқыратып отырсың. Балам негатив. Ертең ауыр боласың, сен тартып отырсың. Бұл қандай тәрбие? Сондықтан әке өзін тәрбиелеу. Біздің кезімізде біз әкелеріміз бала оң қолыма шашын ұста, сол қолыма пышақ ұста, или бүйтпе, сөйтпе деп айтатын. Өздерінің біз соны көріп өсетінбіз. Әкенің ағайынға деген, жора жолдасқа деген, отбасына деген бүкіл несін біз соны көріп тоқып өсетінбіз. Болашақта осындай болу керек, бауырына, ағайын туысына жақсы болу керек. Деген осылай деп біз соны көріп өсетінбіз. Соны тоқып өстік. Бізге ешкім ауызбен мен әжем үйдің жалғасы болды, еркесі болды. Мен ауызбен ешкім тәрбиелеген жоқ. Солардан бастапқылардан мен өзімнің көңіліме соны күйіп өстім. Сондықтан да әке мен ата дейді, енді әже мысалы. 70-ден асқан кейбір әжелер өзгерісіне менде өз ой болды. Қате болды. Шашын қызы сары нешеге бояп алып, неше түрлі жас қыздар киетін киім киіп алып, еріндерін бояп, 80-ге келген әжелер басқа тілде сөйлеп, шүлдеп, ол қандай әже, ол қандай тәрбие? Өзін тәрбиелеу керек әжеге. Ата болмаса, сол 70-те асқан аузындағы аталы сөз жоқ, не батасы жоқ, шорт киіп алады да, жаңағы өтіп бара жатқан қыздарға былай болады. Немересімен жақсы. Міне, адам сондықтан өзі тәрбиелеу. Ал мына әлеуметтік желідегі контенттер ұлттық тәрбиеге кері әсерін тигізіп жатқан жоқ па? Мен мына жағынан айтқанда, мен осы көтеріп жүрмін. Осы сөзімді өткенде президенттер жолдауында айтты. Мына қазіргі киноларға көргенді кеңестеп. Қазір мысалы сен бизнесменсің, ақшаң бар, төлемсің, сен салған, ол миллион салсаң, сен ол 20 миллион қайтарып бересің кәсіпке. Сен ойлайсың, мен қазір бір керемет салиқалы, ой салатын дүние түсемін. Санағадан көп бізде тобыр көп. Алайда осы тобырды халқын санақты көтеруге жолап өтуге. Бұл арада жаңағы неше түрлі тобыр көретін, ұятсыздық, бейәдеп сөздер. Мына жас режиссерлар ойлайды, өмірде тура солай түсірсем, шынайы түсірсем, ол шынайы кино болып шығады. Өмірде мен әркім жаңалары болуы мүмкін. Өнер деген керісінше ізгілікке, биіктікке қарай, тазалыққа қарай адамды әкелу керек. Өмірдегі оттап отырған жаман ауыз, боғауыз сөзімен кинода соны айтсам, бұл өнер ме? Бұл өнер емес. Бірақ оған көрілмек көп біледі. Ақшаны көп жинайды, бәле-бәле миллион просмотр. Абай жатқанда жаңа қазақ иттікті мал иттікпен табады, иттікпен жұмсайды деген сол. Жаман нәрседен малды ақшаны табады, сөйтіп жаман. Ал енді оны сонда біздің көркемдік кеңес болса, сен даже осы мемлекетте тұрып, бүкіл ақшаны өзің салсаң да, сен осы мемлекеттің саясатына жұмыс істеу керексің. Сен сол қандай тәрбиелік мәні бар? Тәрбиелік мәні жоқ көркем дүние, ол өнер емес. Тәрбиелік мәні деген тәрбие деген ең басты нәрсе. Әлгі тәрбие салған бірі жаңа жақтырады деп олар бекітпейді айтпаған. Сондықтан да көркемдік кеңес болу керек. Кез келген кино ол жастарға қатты әсер етеді. Біз жарайды сана сезіміз қалыптастырамыз, оған қарамаймызда ішімізден бір недеміз қояды. Ал жастар соны тез қабылдайды. Сондықтан да президент айтты жолдауында. Осы киноларға дейді көркемдік кеңес болу керек. Сүзгіден өту керек. Көрсетуге бола ма, болмайды. Кеңестіктерде қаншама кино түсірді. Көргім жетпейтін. Қолды да қалып қаншамасы. Қазір қандай кино түсірсем де кете береді. Ешқандай сөзгі жоқ. Қазір кім болса сол кино түсірді. Сол емес кино түсіріп, сол ақша табу үшін неше түрлі бәлені жасайды. Ал енді жаңағы әлеуметтік желі. Мен айтар едім, жалғыз кино емес, өнер емес. Әлеуметтік желінде контроль жасау, қатар бақылауда болу керек. Өйткені ол біздің болашағымыз. Қазір содан уланып жатқан жастар, езде осы елді бастыратын елдер, осы елге не болатын солар. Сондықтан да бәрін ғана қатаң қадағалау керек деп ойлаймын.
Жастар рухани дамуға не себепті, кейде немқұрайлы қарайды? Енді рухани дамуға не себепті, Иә, немқұрайлы қарайды. иә. Өйткені өзіне не керек екенін әуелі білмейтін сияқты меніңше. Жәндегі бізде мынандай нәрсе бар ғой. Біз жалпы өзіміздің болмысымызды әлі тани алмай. Жалпы мен кіммін? Мен бұл өмірге не үшін келдім? Мен не істеуім керек? Және де менде сұрау бар ма, өз қайда барам деген сияқты. Кез келген адам өзіне осындай сау ақылдың сұрақтарын қою керек. Бар ма маған бірсін деп, ойламайды кіммін деп, ұстаған недін деп, жүрегінің таты бар деп Шәкәрім атамыз айтқан сияқты. Дәл сол сияқты адам өз-өзіне сұрақ қояды. Мысалы, Абай атамыз өз-өзіне есеп алып отырады ғой, күніне бір рет, айына, жылына, аптасына деген сияқты. Сол сияқты енді қазір бізде сосын біздің дертті былай айтады: керекті керек білмеген, керектен қашып күйреген, еріксіз керек сүйреген біздің қазақ емес пе дейді. Біз қазір ненің керек, ненің керек емесін де ара-жігін ажыратып біле алмайтын халге түскенбіз. Біз қазір керек емес заттың өзін еріксіз сүйреп жүрген заманда, өйткені қазір ақпараттың ағыны өте көп. Не ақпаратты тұтынуымыз керек, не ақпаратты тұтынбауымыз керек. Былайша айтқанда, жаңағы ужытып жатсың ба, әлде құнарлы дүние қабылдап жатсың ба, оның ара-жігін ажырататындай, біріншіден бәрін өзі білет деп жастардың өзіне ұсынып қойған. Сол не білет олар? Оған бағыт бағдар беретін алдыңғы буын ағалар ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін сортировать етіп ұсынып отыру керек еді ғой. Бірақ қазір бізге мынандай нәрседе өзің бола алмасаң, болған ердің қолсын жік деген сөз бар еді. Қазір қалай? Өзі білмейді, бірақ білген тілін алмайтын сондай бір буын қалып. Құдай сақтасын, ең жаман қарғыстың түрі ғой негізінен. Қазір қазір бірдеңе десең болды, өзім білем дейді. Енді өзім деген кім сен? Кімсің сен? Өзімде жан дегендей ғой, өзің нәпсани болмысыңды айтып тұрсың ба, әлде рухани қалауыңды айтып тұрсың ба? Мәселе сонда. Неге? Өйткені сол олар ойлайды, рухани жандегі сұранысты, рухани азықты, рухани қажеттілікті олар, өйткені олардың барлығы белгілі бір деңгейде олардың еркіндігін шектейді ғой. Еркіндік болғанда нәпсінің қалауын шектегендіктен оларға ауыр тиеді. Мы считаем врагами тех, кто нарушает наши телесные блага, дейді Лев Толстой. Дәл сол сияқты біздің нәпсімізге дискомфорт создавать еткен заттан олар не істейді? Тез жалғат, тез одан тыңдамайды, айтып тұрған затыңды бір анандай өте жеңіл қабылдайды деген сияқты да. Ал мысалы қазір жастардың өзі мысалы ұзақ кітаптарды оқи алмайтын жағдайға жетіп қалған. Қысқа. Неге? Төзім тағат жетпейді. Өзін шаршатқысы келмейді. Өзін басын артық ауыртқысы келмейді деген сияқты да. Енді бар бірең сараң. Бірақ мен бір байқағаным, қазір менде студенттермен үй тапсырмасын беремін ғой. Бір кітапты, бір главаны оқып келу, яғни өз-өзін жетілдіру, барлығы әйтеуір қазіргі ақша табуды да, жәндегі сіз Болат ағаңыз айтып отыр, мен 15 жыл бойы мына Алматыда жүргенде мен де квартирасыз жүрдім. 15 жыл бойы мен істемеген жұмысым жоқ деп отыр мысалы. Мысалы, дәл сол сияқты ондай қазір сана жоқ та. Қазір барлығы жеңілдің асты, ауырдың үстімен тез барлығына бірден бола қалса деген сияқты сондай түсінік бар да. Ал енді оқығаны бір нәрсе, істеп жүргені басқа нәрсе. Мысалы, Болат ағамдардың заманында ол кісілер мәдениет саласын оқыды, актерлікті оқыды, сонымен келе жатыр. Бірақ қосалқы табу үшін енді 15 жылда қанша пәтер ауыстырдым деп тұрсыз, енді болған шығар, грузчик болған кездерде болған шығар, стройкаға шығып кеткен кездер болған шығар, бірақ жаңағы актерлықты, сахнаның тілін, мәдениет деген дүниені ұмытқан жоқ, мысалы, бұл кісілердің қоғамында. Біз керісінше содан алдық. Стройотрядқа барсақ та, проводник болып істесек те, көмір түсірсек те, соның бәрінде біз актерлық не жинадық сол өмірде, тәжірибе жинадық. Армияда да солай. Біз қабылдап отырған. Енді мен де сол жастардың санатынан, жастардың ортасында жүрмін ғой. Енді біз ойбай бір өмірді көріп тастадық деп айта алмаймыз. Бірақ мен бір байқағаным сондай да. Осындай бір тенденциялар бар. Бізде қазіргі белгілі бір гедонистік сана, белгілі бір және инфантилдік сана қазір өте қарқынды жүріп жатыр. Барлығы қазір мобилограф бола салам, болмаса бір хайп, вайнер бола салам, болмаса және тиктокер болам дағана ақшаның астына көміле қалам дейді. Екінің бірі ол. Сен ондай деңгейде емессің, бәрібір еңбек керек, бәрібір оқу керек, іздену керек деген сияқты. Одан кейін жаңа дегендей барлығы өзінің ішкі эгосын, өзін менмін деп ойлайды, сол эгоны. Бірақ ол өз емес қой ол. Я жаңа оны айтады, жаңа ақыл мен жан, мен өзім тән менікі, мені мен менікінің мағынасы екі, мен өлмекке тағдыры жоқ әуел бастан, менікі өлсе өлсін соған бек.
болмаса бізде сосын кейін бізде мына дәстүр деген әңгімеге келгенде, рухани темаға келгенде, оның мынандай көрінісі де бар айтпақшыдай. Бізде рационалды ғылымдар біздің өзінің ата-ананың тәрбиесінде де сондай. Мысалы қазір ата мен әженің институты деген атаның баяғы қисса жыр ертегілерді айтып отса, қазір кейбір заманауи ата-аналар, ой қойшы оны, одан да баламды ағылшынға берейін, баламды нишқа берейін, баламды одан физика мен математика, химияны тұры сол рационал ғылымдарды оқыту керек. Бірақ оған дейін оның болмысын, жан сарайын сен баяғы өзіңнің дәстүрлі рухани құндылықтармен байытпайынша, сен аналарының бірде-бір пайдасы жоқ. Мысалы, ол ертең айтқанда көкірегі бос қаңыраған, бірақ ол ертең просто ол құндылықпен біз құралдың ара-жігін ажыратамай қалғанбыз да. Мамандық, аналардың бәрі ол только инструменттер да. Бірақ оған дейінгі біз оның несін көкірегін әлгіндей кемпір мен шалдың бұрынғы ата әжелеріміздің сол қисса жыр дастандарын солардың үлгі ғибратымен оның көкірегін құндылыққа толтыруымыз керек. Ол көкірегі құндылыққа толған, ізгілікке толған адам, ол былайша айтқанда рухани сау адам, әлгі құралдарды меңгергеннен кейін әлбетте ол қоғамның игілігі үшін жұмыс жасайды. Бізде осы ара-жігін ажырата алмаймыз да. Біз баяғы ата әжеміздің айтқан затын бәрінің бір ескінің сарқын шағы, ол қазіргі қоғамның сұранысына мүлде қажетін өтемейді, қанағаттандырмайды деген сияқты түсінік қалыптасқан. Сол түсініктердің бәрін сындыру керек деп ойлаймын меніңше. Қайтадан сол өзіміздің үзіліп қалған немізге рухани бастауымызды қайтадан жалғану керек. Ал оның қайнар көзі кімде? Я кітапта тұр, болмаса қазірге сол бұрынғының айтқан сөзін аузынан тіліне тамған бұрынғы сол қиссагер, шешен, шежіреші кемпір мен шал ғана қалып тұр ғой қазір. Болмаса солардың тәнін алған әке шешелері. Қазір енді ол кісілер де жоқтың қасы болып бара жатыр ғой қазір енді үлкендер. Мынау енді өмірдің өзі баланс қой. Баланс болмаса, қарапайым мысал, машинаның дөңгелегінде де балансировка дұрыс болмаса, бір дөңгелегіңізді жеп, жолда қаласыз, жарыласыз, жолға шықсаңыз. Сол іспетті енді мына рухани даму мен материалды дамудың балансын қалай ұстауға болады? Енді бізге материалды даму да керек қой енді. Абайдың сөзі бар ғой, қазаққа һәм қызмет жасағың келсе, шұғыры жоқ байлық, түбі терең білім керек дейді мысалға. Енді сол екеуінің қатар ұстау үшін не істеу керек? Болат ағамыз айтып көрсін, Болат ағамыз өмірлік тәжірибесімен. Енді ол әрине екеуі де керек, бірақ сол байлықты сен қай жолмен табасың? Еңбекпен, өзіңнің өнеріңді, мамандығыңды ұштастырып, сол арқылы жетесің бе? Жоқ әлде жаңа ортадан бір нәрседен кіріп кетіп, соның бір жаңа несі болып табасың ба? Осында жатыр ғой. Екіншіден, мынау айтып отқан әңгіменің бәрінде қазақ айтады, айтушыңнан тыңдаушың жақсы болсын дейді. Тыңдай білу. Қазір біз сол тыңдай білуден біз алшақтап бара жатырмыз. Өйткені тыңдайын десе, анау телефонға адам соған кіріп кеткен, анау қызықтау болып тұрады да, мына жерде айтып жатқан сөзден гөрі анау қызық. Сахнаның өзінде екі актер ойнап жатса, сөйлеп тұрған актердан гөрі тыңдай білген актер жоғары тұрады. Неге? Өйткені ол тыңдаған кезде қасындағы әріптесін тыңдағанда ол сол атмосфераға кіреді. Сол уақиғада тұрады. Ой бөлінбейді. Ойын бөлінбегеннен кейін ол сөзін ұмытпайды. Және екіншіден ол ана қасындағы адамды сонда мұқият тыңдаған кезде мына жақта қарап отырған көрерменді ұмытады. Өзі жалғыздық. Сол атмосфераны сезінеді. Уличное одиночество дейді ғой. Солай кетеді. Сондықтан да сен сырт көзден сені біреу қарап тұр деп әр уақытта өзіңді контроль жасап тұрсаң, сенің образың шықпайды. Сондықтан өмірде де солай. Тыңдай білу. Қандай керемет сөздер айтуға болады, қандай керемет дүниелерді жасауға болады, бірақ оны тыңдаушың болмаса, ол босқа өледі. Сөз жетпейді. Сөз жетпейді. Соның бәрі мына технологияның дамыған кезінде сол мына ана жақ сені тартып кетеді. Сондықтан да енді ол жаңағы байлыққа жету, енді ол байлықты біз тікелей байлық деп қараймыз. Біреу өзінің ішкі рухани дүниесін байлық деп есептейді. Өйткені ол ана бай адамнан ол әлде қайда жоғары тұрған сезінеді. Мысалы, біз отырыстарда отырасың, бір адамды әкеледі, бәрі құрметтеп, ол қарабасың, ол үлкен бай адам. Сонда мына ақырын былай көзбен көз қарап, сөйлеген сөзіне қарап тұрсаң, ол мүлдем деңгейі өте төмен. Ана адамның ше. Сонда сен ананың бай, ақшасы керемет көп болса да, сен өзіңді анадан жоғары сезінесің. Өйткені сенің жүрек көзің ашылған, көкірек көзің ояу,
сен уже ананың түсінбей тұрған нәрсесін ол жаңа өзінің деңгейінде. Оны Қытайдан ана заттарды әкеліп едім, анамнан жетіп, мына цементтің бағасын деген әңгіме. Сондай нәрседен, сондықтан да бұл шын мәнінде шынайы сол кәсібилікпен тапқан байлық ол әрине құтымды болады. Мысалы, кейбір жерлерде бір аттарын айтпай қойын, бір мамандық иелері айтады кейде. Мен кезінде осынша ақша тауып едім, сол ақша маған ешқандай берекесі болмады дейді. Ал мен қазір мына жақта жай ғана бір дүниеге өзімнің кішкене дүниемді жетілдіріп арқылы тауып едім, сол керісінше маған берекелі болды, құт болды деп жатады да. Сондықтан соны түсіне білетін адамның өзегі, санасы соған жететіндей болу керек қой. Ал енді Болат аға, Нұрсұлтан, бұйырса, мына енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні бар дейді. Мына экран ар жағында бізді Алтай мен Атыраудың алабы былай тұрсын, 6 құрлықтан Алаштың азаматтары мен азаматшалары қарайды ертеңде. Сол кісілердің отбасы, отан отбасынан басталады, отбасы құндылықтарына, жалпы еліміздің, жеріміздің көгеруіне ең басты өзіңіздің жүректеріңізде, іштеріңізде жүрген бір сауалдарыңыз болса, соны бір үндеп өтсеңіздер. Енді ойланатын нәрсе көп. Соның бірі мына біздің қазақтың қыздарының өзінің азаматтарынан жеріп, басқа жақтан бақыт іздеуі. Мына тұрмысқа шығу мәселесінде. Енді мысалы бүкіл әлеммен қарасаң, бірде-бір мемлекет, мысалы Жапонияны алайық, үлгі алатын мемлекет. Еш уақытта қызын басқа ұлтқа бермейді. Берсе үлкен ақша төлейді. Егер ол ертең жиен қайтып келсе, оған да азаматтық бермейді. Қызды да азаматтықта шығарады. Бұл кезінде қалай болған? Кезінде мынау француздың қыздары мақтаған, француздың қыздары сондай жарнама жүрген өнерде, солай керемет әдемі француженкалар болса. Содан бүкіл келді де француздардың қыздары кетті. Олар тосқауыл қоя алмады. Қазір сол жарты әлемді жаулаған Наполеонның тұқымы қазір 40% шата болып кетті. Қаны ауысып, өзгеріп кетті. Ол кезіндегі Наполеонның рухты жарты әлем жаулаған ұрпақ жоқ қазір. Содан кейін Жапонның қыздары мақтай бастады. Жапондар бірден тосқауыл қойды. Өзінің табиғатын сақтап қалды, рухын сақтап қалды. Қазір әлемде өздерің білесіңдер, 3-ші орын, несінен 5-ші орын экономикасынан. Ал енді қазір сондай жарнама қазақ қыздарына жүріп жатыр. Оған арнайы ақша төлеп отырған топтар бар. Сол өзіміз сияқты қарагөз жігіттер кино түсіріп, сол бір қазақтың қызын біреуін сығырға береді, біреуін қараға береді, біреуін тағы біреуге береді. Сондай кинолар түсірді. Кезінде мен осыған үлкен жаңағы шу көтеріп, кәдімгі көтерген кезде маған сол жақта отырған лауазымды адамдардан звонок түсті. Сен современный кино ты ничего не понимаешь, Абдулманов деп. Сол мен айттым, ол кісінің өзін айттым, кезінде министр болған адам. Сен не білесің өнерден ше? Сен ертең білесің бе соның қасіреті қайда екенін? Содан жаңағы үлкен о жерде түскен актерлар сөйлеп маған. Мен айттым, ақша үшін сатылмаңдар. Мен өзім сондай кинолардан отказ бергем. Сондай бір нені түсірейін деп жатқан кезде, сол қазақтың қызы басқа бір ұлттың өкілі берейін деп жатқанда, съемканы енді бастаймыз дегенде, мен сол жерде түспей қойғым. Амал жоқ. Бір қазақтың актерін әкеліп, соны түсірді. Ертең ана санасы қалыптаспаған қыздар не ойлайды? Ертең қыздарымыздың бәрі кетті дейік. Сығырға кетсе, сығырдың баласы болады ол. Қараға кетсе, қараның баласы болады. Ертең мына ұрпақ болмағаны кейін мына жерді кім қорғайды? Әлемде 9-шы орын алатын. Біздің бабаларымыз не үшін қарындастан айырылған жаман екен, қара көзден мөлтілдеп жас келеді деп жылады, еңіреді. Айзасын сүйретіп жүріп осы жерді қорғады. Сондағы ер азаматтың қасіреті қыздың басқа жаудың қанжығасында кетіп, соның шұлғауын жеп, соның күңі болғанын көруден артық ер азаматқа қасірет жоқ. Әкешең өледі, жасы келеді. Бауырыңда өледі, елін қорғап. Еркекті құрбандық, оған басқаша қарайды. Ал қыздың жаңағындай болғаны ол үлкен қасірет. Сондықтан да қазақ айтады, ұлдың қасіреті дейді, ол отбасының ғана қасіреті дейді. Ал қыздың қасіреті бүкіл елдің қасіреті. Сондықтан біз жаңа жақтан оны жарнама жасап, сол туралы кинолар түсіріп, соны жаңа әкелген тиын-тебеніне мәз болып, соны көрсетіп, хабарлардан көрсетіп, міне махаббат деп, ол махаббат па жоқ, басқа дүние, оның ар жағын зерттеу керек. Сондықтан қазақтың сондай таза қанды қыздарына тәрбие өте, соған өте не қарау керек. Мысалы мен сол үшін, сол жаңағы кісімен нету үшін мен Энтони Хопкинстің Оскарын алған Әке деген фильмі бар. Соны қазақшалатып, соны жаңа бүкіл инсценировкасын ананың бәрін алып тастадым да өзіміздің проблеманы кіргізіп, мұны жатағын сіңіп кеткен жастар,
туған бауырымен екеуі бір дастарханның басында отырмайтын, бір-біріне жау болатын. Болмаса қазақтың қарагөз қыздарын шетелге жұмаққа барғанда шетелге кетсе соны жұмақ көріп сөйтіп атқан нені, соның бәрін мен соған кіргізіп, жаңа ақсақал сонымен жаңағы екі қызы бар, біреу шетелге тұрмысқа шыққан, ол қызын өлді деп есептейді қыз. Ол қыз атын атамайды. Екінші қызы жаңағы өзін дом пристрелка өткізеді. Сондай пьеса жаздым да, қазір әлеуметтік желіде бар, Жанеке, қазағым қайда барасың деген. Сонда мен жаңағы аяғында шал жылайды, өзі деменциямен ауырады, кейде есі дұрыс болады, кейде кетіп қалады. Ол уже оправданный, ертең ешкім оған ештеңе дей алмайды. Ауырып тұрған адамның состояниесінде сөйлейді да. Сонда айтады жаңағы, ата бабамыз бізге мұны кешпейді. Ертең мына жерді бәрі ешкім қорғамаса, сонда менің ата бабамның сүйегі жат жұрттың аяғының астында қала ма? Сонда менің сүйегім жау табанның астына таптала ма? Ертең мына ел қайда қалады? Мына жерді осы қорғайтын ұрпақ қайда деген сияқты нәрсемен солай бітеді сол. Сондықтан да менің қазіргі жүрегім қан жылап айтатыным, осы қазақтың қыздарының басқа ұлтқа емес, өзінің ұлтына шығып, өзінің санын көбейтіп, қазір бізден бір облыста ақ жер бар, мемлекеттер бізден 3 есе артық мемлекеттер бар көрші. Олар өздерінің рухани маягын ұстап отыр, қыздарын ешқайда бермейді. Оған отбасынан бастап бүкіл мемлекетке дейін соған жаңағы тосқауыл қойып отыр. Сондықтан бізде бәрін ашып тастаған. Сондықтан да біз осыған өте бұл кәдімгі мемлекеттің қауіпсіздігі. Бұл мемлекетшілдік осында жатыр. Біздің өнеріміз керісінше сондай жарнама жасамау керек. Керісінше, ана кезінде орыстардың өзі маленький Вераны көрсетті ғой, шетелге барғанда қандай бақытсыздыққа тап болды мысалы. Солардың өзі сол уақытта көтерді. Ал бізде ол қазір қайнап тұрған дүние. Сондықтан да мен осыны айтар едім. Қазақ қызға ие болып, қыз тәрбиесі, қызға 40 үйден тыю, еш уақытта қазақтың қызы махаббат деген ол тек қана махаббатын жігітін табу, ол махаббаттың бір сатысы ғана. Нағыз махаббат ол бір отбасы болғаннан кейін, бір мақсатқа жұмыс істегеннен кейін, бір ұрпақты өрбіткеннен кейін, міне махаббаттың келесі сатылары осыда тұрады. Сондықтан да бір көре салып ғашық болып мен махаббатпен деп кетіп қалып, сан бізде өнер адамдарының қыздар кетіп жылап, біз туған қыз звондағанда біз жаңағы сонда ана ар жақта шетелге шыққан, Австрияға шыққан қыз жылап тұр, биші қыз. Бауырсақ пісіріп жатсыңдар ма деп. Сол сөздің өзінде қаншама өкініш тұр ана қыз. Қайтып кел солардың бәрі қазір. Сондықтан да біз елді сақтаймыз десек, жерді сақтаймыз десек, қызымызға ие болуымыз керек. Жақсы, дұрыс айтасыз. Рахмет аға. Дұрыс айтасыз. Ұлттық генофонд тікелей қыз баланың 37 клеткасына тәуелді деп бір өткенде бір мақала оқып едім. Енді ол бір арнайы бір подкасттың тақырыбы, енді шындап келгенде тікелей қыз баланы көзін қарашығында не үшін сақтайды, не үшін қыз баланы 40 үйден тияды деген тақырыптың негізгі өзегі екен сол жерде. Енді бұл жерде бұл подкаст тыңдап отырғаннан кейін қазір түрлі феминистік танымдағы түрлі қазір гендерлік теңдіктің шашбауын көтеріп жүргендер үшін бұл әңгіме жақпауы да мүмкін. Ойбай, сендер қыз баланы ғана тия бересіңдер, неге ұл балалардың тәрбиесіне қатысыншы неге айтпайсыңдар деген сияқты. Олар да енді небір өздерінің аргументтерін, пікірлерін жазады ғой, енді айтады. Бұл жерде енді бізде мынандай да, біз жалпы қыз баланы не үшін тияды, не үшін оны жалпы эндогамия, экзогамия деп ғылымда айтады, жаңағы өзінің дініндегі, өзінің ұлтындағы, өзінің нәсіліндегі адамға шыққаны, ол әлде қайда тиімді де өздері үшін де. Және де бізде мынандай болып кеткен, біз бәріне объективно қарауымыз керек, өзінің таңдауы, өзі біледі, өзі шешеді. Осы заттың өзінің бір шектеуі болу керек сияқты деп ойлаймын. Мысалы, дәптерімде өзінің красный линиясы болды ғой. Сол сияқты мына өмірде де әр нәрсенің өзінің шегі болу керек. Кейін жоғалып кетті сол линиялар. Иә, линиялар, мысалы, неге ол линия сызылды деген әңгімеге қарайтын болсақ, мысалы бала күнде сол линиядан шықпау керек деген сияқты. Сол сияқты еркіндіктің де өзінің ойыңа келгенде не нәрсені істеуге болады, нені істемеуге болады деген сияқты. Болашақ неке нарығында да, болашақ жар таңдау кезінде де кімге шығу керек, кімге шықпау керек деген сияқты сол мәселеде және ұлттық сана деңгейінде қабылдай алатындай бізде жалпы қыздарымыз көбейетін болса, және де соған лайықты жігіттердің де сапасы артатын болса, олар да еш жаққа кетпейтін сияқты деп өзім ойлаймын. Құдай қаласа. Енді соған лайық болуға жазсын баршамыз. Айтқаның келсін, Нұреке. Ал енді ат басын бұрып алтындай уақыттарыңызға киіп келгендеріңізге көп рахмет. Ел үшін аянбай еңбек етіп жүре беріңіздер. Еңбектеріңіз еленіп, өскелең ұрпақ өздеріңізден өнеге алатындай тау тұлғалы
азаматтардың қатарынан болуларыңызға шын жүректен тілектеспін. Мына қазақ Құдай қонағының өзін қуыс үйден құралақан шығармаған ғой. Сол себептен бүгінгі мына қоғам даусына келіп өздеріңіздің пікірлеріңізді елмен жерді бабадан қалған дәстүрді дәріптейміз деп пікірлеріңізді білдіргендеріңізге көп рахмет. Мынау кішкентай болса сый сияпат сіздерге. Міне дейміз. Ой, рахмет. Ал енді ел аман, жұрт тыныш болсын, жеңісті күндермен жемісті күндеріміз көп болсын, елім дейтін ерлер көп болсын, ерім дейтін әйелдер көп болсын. Ел аман, жұрт тыныш болсын.